Белгілі кинорежиссер Асқар Бейсенбин мамыр айында арнамыздың тілшілеріне Қазақстанда болмаған фильм түсірем деген еді. Алайда қалған ақпаратты құпия күйінде сақтап қалғанда. Жуырда ол жайында Асқар мырза айтып берді. Менің тың дүнием тамаша мереке Наурызға арналады. Әзірге фильмнің нақты аты белгісіз, бірақ ол жайында қазір айтқан дұрыс емес секілді. Кейінірек міндетті түрде баяндап беретін боламын. Осылайша бастапқы кезде айтқысы келмеген, бірақ кейін ойынан айнып қалып туындысы жайлы жайып салды. Мұнда күз мезгіліндегі оқиға, махаббат, үзілмес үміт жайында баяндалады. Барынша ауқымды фильм түсіруге тырысам. Түсірілім тек Алматыда ғана емес, еліміздің өзге де қалаларында жүзеге асады. Фильмнің түсіріліміне режиссер тамыз айының 15-нен бастап кіріседі. Ондағы басты рөлдерге бүгінде актерлер таңдалып қойылған. Бізде өте үлкен кастинг өтуде. Басты рөлдерде ойнайтын жандар көп. Әрине сүйікті әртісім Берік Айтжанов та төбе көрсетеді. Сондай-ақ Владимир Толоконников та келісімін берді. Бұлардан өзге де мықты актерлер жетерлік. Мықты актерлер төбе көрсететін туынды көктемде жарық көреді. Ендеше асыға күтеміз.